Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз сіздермен осындай қарапайым айранның көмегімен ешқандай аштықсыз небәрі 10 минуттың ішінде осындай жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын қишқаларды бірге жасаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып, үстіне осындай 1 шай қасық ас содасын саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Бұл жерде біздің айранымыз бен ас содасы реакцияға түсіп көпіреді. Кейіннен 1 шай қасық тұз және 2 ас қасық қантымызды салып тағы бір араластырамыз. Бұл жерде айранымыз міндетті түрде бөлме температурасында жылы болуы тиіс. Содан кейін 1 жұмыртқа және де 3 ас қасық сұйық майымызды құйып тағы бір араластырамыз. Содан кейін алдын ала өлшеп қойған ұнымызды електен өткізіп, барлығын бірдей салып жібермей 2 бөліп салып, ең алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Бұл бауырсақтарды аяқ асты үйіңізге кісі келіп қалғанда жасаған өте ыңғайлы, ешқандай да ашығанын күтіп отырмайсыздар. Жасап 10 минут қана тындырып қойып, бірден кесіп, пісіріп алсаңыздар болады. Мінеки, енді қолымыздың көмегімен нанымызды біріктіреміз. Егер наныңыз қолыңызға қатты жабысып жататын болса, описанияда жазылған мөлшерден тағы да үстіне қосымша 50-60 грамдай қосып жіберсеңіздер болады. Мінеки, нанды біріктірген соң бетін жауып тура 10 минутқа тындыратын боламыз. 10 минут уақыт өткен соң үстеліміздің үстіне молырақ қып ұн сеуіп, нанымызды елейміз. Нанды елегенде өте жұқа қылып жібермеңіздер. Нанның қалыңдығы өте жіңішке емес, өте қалың емес, орташа болуы тиіс. Мен нанды осындай ромбик түрінде кесіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша дөңгелек, 4 бұрыш етіп жасасаңыздар да болады. Және нанның қалыңдығы шамамен осындай болуы тиіс. Нандарымызды турап болған соң қызып тұрған табадағы майға нанымызды екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылайша барлық нанымызды пісіріп аламыз. Міндетті түрде сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Және менің видеом сіздерге ұнап, пайдалы болып жатса қуаныштымын. Сіздерден кері байланысты міндетті түрде күтемін. Сіздермен бірге болған мөлдір. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.